Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Кейде біз бұл амалға бейқамдық танытамыз, кейде ұмытып кетеміз. Тіпті сауапты істі дінге қатысы жоқ деп те ойлауымыз мүмкін. Бұл өте жеңіл амал. Алайда Раббымыздың қасындағы сауабы өте зор. Айналаңдағы адамдардың жүрегіне қуаныш сыйлау, оны қуандыру, оның көңіліне шаттық ұялату Аллаға ең сүйікті амалдардан. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: Аллаға ең сүйікті амал бауырыңның жүрегіне қуаныш сыйлау. Тағы да бір келесі хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылманға не кезіксе де, ол мейлі шаршау болсын, ұзақ ауыру болсын, мазасыздану болсын, қайғы болсын, қолайсыздық болсын, тіпті тікеннің шаншығаны болсын, Алла тағала ол үшін міндетті түрде күнәларының бірін кешіріп тастайды. Кім мұсылман отбасынан болған үйге қуаныш кіргізсе, Алла тағала одан риза болып, оның сыйын жәннат қана қылады деген. Тіпті өзіңіздің отбасы, жақындарыңыздың көңіліне қуаныш сыйлай жүріңіз. Бала-шағаңызға. Мысалы, бұл Рамазан балаларыңыздың есінде көпке дейін қалып кетсін десеңіз, әр күн сайын оларды қуантыңыз. Күніне кішігірім бір сыйлық, немесе тәтті-мәттіден бір нәрсе беру арқылы. Сонда балаларыңыз сөзсіз келесі Рамазанды сағынышпен күтетін болады. Мүмкін бір бауырыңыз қарызға батқан шығар. Сол қарызын өтеуге шамасы келмей жатқан болар. Мәселе дүниеде емес, мәселе бауырыңызға қуаныш сыйлауда. Жеткізуші, ризық беруші Алла тағала емес пе? Бізден тек қана әрекет болса болды. Бәлкім сол әрекетіміз арқылы Алла тағала қияметте біздің уайымымызды сейілтіп, қасіреттен арылтар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөзімен айтар болсақ, кім мүміннің осы дүниеде бір қайғысын сейілтсе, Алла тағала оның қияметтегі қайғысын сейілтеді. Бауырыңа көмегің тисе, Алланың өзі саған көмектесен деп тұр. Және сол арқылы шексіз сауаптар мен мәңгілік нығметтерге бөлейді. Сот күні қажетіңді өтейді. Нағыз қуаныш бар. Ол алда. Бүгін соған әрекет қылсаң, ертең міндетті түрде қуанасың. Ол қуаныш дүниедегі қуаныштай емес. Ол қуаныш шынайы қуаныш. Уақытша қуаныш емес. Ол мәңгілік қуаныш. Алла тағала Құранда жақсылықтың сыйлығы жақсылық қана деп уәде берді емес пе? Көшеде болсын, мейлі жұмыста, қоғамдық көлікте болсын, үйіңде болсын, қай жерде болма, мұңайып отырған адамды көрсеңіз, оның қайғысын сейілтіп, жүрегіне қуаныш сыйлауға тырысыңыз. Әр күні бір адамның көңіліне шаттық ұялатсақ, Алла тағаланың ең сүйікті амалын істеп жүргеніміз болғаны. Раббымыз ондай адамдарға амалды жақсылап істеген кісінің еңбегін жоймаймыз деген. Алла тағала әрқашан қуаныштан айырмасын. Өзгеге қуаныш сыйлау арқылы өзіңізді қуантыңыз. Бұл сіздің жаныңызды жадыратар іс. Аллаға ұнамды амал, ізгі қасиет. Айналаңызға қуаныш сыйлаудан аянып қалмаңыз.